Экономика құлдырау шегінде болғанды және нарық дүрбелеңге түсе бастағанда қорғаныс акцияларға деген сұраныс артады. Бұл сізге байып кетуге мүмкіндік бермесе де, қолыңыздағы ақшаны құнсызданып кетуден сақтауға көмектеседі. Бұл Жусан Инвест. Бүгінгі тақырыбымыз қорғаныс акциялар туралы болмақ. Лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Акциялар жалпы бірнеше топқа бөлінеді. Оларды дивидендтік акциялар, өсу акциялары немесе құнды акциялар, алып-сатарлық акциялар, циклдік акциялар және басқалар. Акциялардың тағы бір түріне defensive stocks, яғни қорғаныс акцияларды кіреді. Бұл нарықтық ауытқуларға, сыртқы факторларға және экономикалық дағдарыс кезінде шаңырағы шайқалмай, құнын онша жоғалта қоймайтын акциялар. Әдетте олардың қатарында нарықтағы жағдайға қарамай тұрақты, болжамы сұранысқа ие өнім шығаратын компаниялардың акциялары болады. Бірақ бір нәрсені ұмытпауыңыз керек. Ешқандай компания экономикадағы оқиғадан толық тәуелсіз бола алмайды. Дегенмен сыртқы факторлар барынша аз әсер ететін эмитенттер бар. Міне сол компаниялардың акциясын қорғаныс акциялар деп атайды. Нарық құлдырап, басқа кәсіпорындардың акция құны бірнеше еселеп құнсызданып жатқанда, олардың акциялары барынша тұрақты немесе онша қатты құнын жоғалтпайды. Қорғаныс акциялары көбінесе инвесторларға облигациялармен салыстырғанда жоғары кірісті және танымал акциялармен салыстырғанда қаржылай қауіпті барынша төмен болуын қамтамасыз етеді. Инвестопедия қорғаныс акцияларының сипаттамасында мұндай бағалы қағаздардың шар коэффициенті жалпы қор нарығынан, бұл жағдайда американдық, жиі жоғары болатынына назар аударады. Шар коэффициенті инвестициялық портфеліңіздің өнімділігінің өлшемі болып саналады. Ол активтің кірістілігі, инвестор қабылдайтын қатерлерді қаншалықты өтейтінін анықтау үшін қолданылады. Тек құбылмалыға төмен қорғаныс акцияларына негізделген индекстер бар. Мысалы, Dow Jones, S&P 500 төмен құбылмалық индексін есептейді. Қорғаныс акцияларының кемшіліктері. Қорғаныс қорлары – бұл өсу немесе бұқа нарығы кездерінде инвесторлар аулақ болатын акциялар. Себебі бұл экономикалық оптимизм кезеңінде өсу арқылы жақсы ақша табуға болатын активтер түрі емес. Қорғаныс акцияларының котировкалары дағдарыс кезінде құлдырамайды, бірақ олар экономикалық қалпына келтіру кезінде көтерілмейтін есе сақтаңыз. Егер қорғаныс қорларының белсенді өсуі байқалса, онда ол экономикалық дағдарыстың немесе рецессияның басында орын алады. Бұл инвесторлардың қатері жоғары бағалы қағаздардағы өз позицияларын белсенді түрде сатумен және ақшаны қатері төмен бағалы қағаздарға аударумен байланысты болады. Қандай бағалы қағаздар қорғаныс акцияларына жатады? Мысалдар іздеу үшін жоғарыда аталған индекстерге жүгінуге болады. Мысалы, S&P 500 төмен құбылмалық индексінің алғашқы ондығында PepsiCo, Walmart сияқты компаниялар кіреді. MSCI ұсынған ақш-тың ең жақсы 10 қорғаныс қор индексіне 2022 жылдың 29 шілдесіндегі нәтиже бойынша мына компаниялар кіреді. United Health Group, Johnson & Johnson, ExxonMobil Corporation, Procter & Gamble, Chevron, Pfizer, Lilly & Company, Coca-Cola, AbbVie, PepsiCo. Экономикалық және саяси дағдарыс кезінде нарық құлып кетеді. Адамдар табыс табуды былай қойғанда қолындағы бар ақшасын жоғалтып алуды мақсат тұтады. Бүгінгі видеода айтылған тақырыптар мен мәселелер қазіргідей тұрақсыз кезеңде барынша пайдалы болады деп үміттенеміз. Осы видеоны достарыңызға жіберіңіз, лайк басыңыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.